Assalamu alaikum. Ibratda әңгімелер десе ішкен асын жерге қоятын ағайын. Парақшаға тіркеліп, жүрекшен басап отырыңыздар. Әздерден бір ғибрат. Кері үйлішімен болған жайлы оқиға. Bir kere ilerişe kişi bazарға келіпті. Жаңылысып, опат алап, әтір сататын бөлімге кіріп кетіп, есіне танып қалады. Алып жатқан адамды көрген ашық ауыздар мен қызық құмарлар жиналып, болған оқиғаны талқылай бастайды. Біреулер сыбырласып, бұл не де болса ұлық тәңірдің қаһарымен болып жатқан нәрсе. Себебі бірде-бір жапырақ оның қалауынсыз түспейтіні бәріне белгілі ғой. Енді біреулер оған көмектеспей қоймай мұрнынан неше түрлі иіссулар иіскетіп, беті мен кеудесіне раушан гүлдің майын жағумен болды. Ақырында болмаған соң оның ағасын шақыртуға үйіне адам жұмсады. Ағасы болған оқиғаны келген адамнан әбден сұрап алған соң, үйінен қойнына бір иісі сасыған шикі терінің бір кішкентай бөлігін салып алды да базарға келді. Ол талып жатқан бауырының мұрнына иісі мүңкіген терін апарып еді. Ол тез есін жинап көзін ашып қалпына келді де атып тұрды. Яғни ағайын, бұл оқиға ислам жайлы, исламның тарихаты, шариаты жайлы, әулиелер, сопылар жайлы сөз қозғап, олардың ортасына кіріп көрместен өз әлемінде мас болып жүрген жандардың халіне пара-пар. Опаталап сататын дүкен әулиелер әлемі болса, кері илеуші осы әулиелер жайлы иісі мұрнына бармаса да сөз қозғайтын жандар тәрізді. Алла тағала жар болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алла тағала бәрімізге тауфиқ, хидаят пен тура жол нәсіп етсін. Амин.